Сәлем баршаңызға. Бұл видеода сіздермен дүкендерде сатылатын салқын қара шай, яғни Нести шайдың дайындалу жолын көрсетіп өтемін. Бізге бұл жерде 2 литрлік банк қажет, шай қажет мөлшерде көрсетілгенде. Шайымыздың иісі жоғы, дәмі жоқ шай қолданғандарыңыз дұрыс. Тез деген немесе сондай хош иісті шайлар қолданбағаныңыз дұрыс. Осылай енді бетінен 2 литр қайнаған ыстық суымызды құйып, 1-2 араластырып демдеп қоямыз бір шетке. Қазір енді осы шайымыз толықтай осы бөлме температурасында тұрып, суы қажет бізге. Бір шетке алып қоямыз. Негізі шайымызды крепкилау болғаны дұрыс, қатты қаралау болғаны. Егер өздеріңіздің шайларыңызды қарайсыздар ғой тағы да. Енді осындай қазанға немесе кастрюлькаға мөлшерде көрсетілгенде су құямыз, мөлшерде көрсетілгенде қант салып бір араластырып аламыз. Сиропты дайындап аламыз. Енді газге қойып, осыны қайнатамыз. 4-5 минуттай қайнаса жеткілікті. Ішіндегі қанты толықтай еріп, осылай сарылау түске келген кезге дейін осылай қайнатып аламыз. Біздің сиропымыз дайын. Енді астын өшіріп, бұны да жаңағы шайымыздың қасына қойып, жақсылап бөлме температурасында суытып аламыз. Толықтай суығанша қойып қоямыз шайды де, сиропты да. Енді ішіне салынатын апельсиндерді турап аламыз. Бізде бұл жерде 2 штук апельсин қажет. Жартысын алып қалдым. Ішіне салғанға 1,5 штук апельсиндер жетеді. Негізі 1,5 штук апельсинімізді осылай жіңішкелеу етіп, жұқалау етіп турап аламыз. Қазір бұны езіп атқан кезде, ішіндегі согын шығарған кезде бізде оңайлау болу үшін осылай жіңішкелеу етіп тураған дұрыс. Ато егер қалыңдау турап қойсаңыздар, қазір езіп атқан кезде қиналып қаласыздар. Енді жаңағы толықтай суыған мұздай сиропымызға туралған апельсиндерімізді салып, жақсылап езіп аламыз. Өздеріңізге ыңғайлы болған затпен езіп алыңыздар. Қасықпен немесе пюре езетін темір бар емес пе, картошка езетін, сомен езсеңіздер де болады. Сіздерге ескертіп өтейін, бұл жерде блендерді қолданбаймыз. Блендермен езетін болсаңыздар, бетіндегі бүкілін бәрін пюре сияқты езіп қояды. Сондықтан бізге цитрустың жаңағы апельсиннің бетіндегі қабығының өзінің әдемі дәмі шығады. Сондықтан осылай сиропқа шығарып аламыз. Осылай жақсылап қабығынан ажыралып, ішіндегі жемісі түсіп қалғанша осылай езіп алуымыз қажет. Міне біздің сиропымыз да дайын. Осылай болғанша езіп тастауымыз керек қой, ішіндегісін қабығынан ажыралғанша. Міне сары түсті болып, әдемі болып шығады согы. Енді үлкенде ыдысқа, тостаққа немесе табаққа осылай сиропымызды ситодан өткізіп аламыз. Суыны. Жаңа қалған осы апельсиннің несінен де соңғы согына дейін осылай езіп, ішіндегі соктарын шығарып алатын боламыз. Ішіне түсіп кетпесін, апельсиннің қабықтары бізге олардың қажеті жоқ, тек қана согының өзіні ажыратып аламыз осылай сығып. Енді жаңағы толықтай суыған қара шайымызды ситодан өткізіп аламыз. Ішіне шайымыз түсіп кетпеу керек, сондықтан ситодан жақсылап өткізіп аламыз. 2 литр шай бізде бұл жерде. Енді араластырып, біздің осымен неміз дайын. Өздеріңіз қалаған графиндеріңізге жаңағы жарты апельсинді осылай қонақ келгенде негізі осылай сәнді болып тұру үшін дастарханға қойғанға осылай салып жіберсеңіздер де болады. Негізі салмасаңыздар да болады, өздеріңіз қалауыңызша. Ішіндегі апельсин бізге жеткілікті. Міне біздің осымен не істейміз, салқын қара шайымыз дайын. Ішетін кезде өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мұз салып ішсеңіздер болады. Жаздың ыстық күнінде, шілдеде рахаттанып ішетін сосын күшті болып шығады. Ішіп көрулеріңізді, жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Сонымен біздің не істейміз дайын. Жасап көріңіздер.